шақырым Қайтадан кету керек, сен де городскойсың, баласымен тұр екен бе деп аламын. Сосын орыс. Сосын бір далеко деді. Мен не знаешь, далеко деп естіп. Ну, скажи, сосын мен айтты, Сергеевский район, Шалакин. Село Жанасуға, Жанасу, что ли? Я деді. А ты знаешь? Да, знаю деді. Ол бір шалмен аяғы кем, орыс шал. Үй салдым дейді, осындай кем. Соның баласы екен. Ол үй салғанда? Жоқ, соны айтайын дегенім, сол бірақ та айтады, мен айтып, мен сен баласың, что помнишь десем айтады, бір бабушканы білем дейді, осы жерде дейді. Ана бүкіл балаларым дейді, енді әкем үй салады дейді, ағаштан қияды. Біз балалармен осы дөңгелекті балалар, ана бабушка дейді, бәрімізге нан пісіріп, бауырсақ пісіріп береді дейді. Соны запомнил. Қанипана берді. Қанипаша. Ол бертін болды. Қанипаша. Бертін так. Қазір мен айтайын, әбем 69-ға айтты. Сол 72 ме екен сол кезде. Мына жерге тайкон үй салды ғой. Иә, тайкон әкелді, иә? Иә, тайкон әкелді. Ол шал екен протезімен болған білем. А балаларын білмеймін. Сол баласы айтады, маңайдағы балалармен, сендер шамала сенше баласы сол. Иә, сол анау Хане папам, анау күлі досшаның балалары осы жерден. Түгел анау дала пеші болды. Қазір Ерсайның несінде. Анау заборына не істеді ғой, мәшеге кіріп шығатын. Сол жерде пеш болды. Сол сияқты мен жай жүргөсін, осы сұрайсың ғой. Содан сұрайын дегенім, мен анау Тілеп деген, не жақтікі, Розаевтікі айттым ғой. Содан мен Астанадан келе жатырмын. Жаңасу ауылы бар ғой. Жоқ, кафеде бар ғой, Ялмака деген, вокзалдың астында. Соған барып шай ішіп отырғанбыз, құдам бар, Жаңаталықта өзіміз. Сосын бірақ ана кісі бүйтіп немен жүр былай. Подноспен. Өзімде кел ағайын деп шақырып ол менді, сөз болсын ішіп отыр, сөйлесейік деп енді. Біз как раз мәште тосып тұрған бізге асыр. Содан қай жақ? Мен алыс қай жақтан келесің? Бұлай айтың, сендер қайда бізге. Содан сөз шығып, ол касы Тілептің бір сол баласы екен. Мен айтым, сразу айтым, енді елің қай жақтың? Мен Тілеппін ана жақтан дейді. Мен де Тілеппін. Екеуміз солай Тілеппін бір-біріміз тауып, сосын айтады, маған телефон, қазір библиотекада істеймін, үйтем. Сосын мен айтып, ойбай, солай қалды, как раз енді кім қана звондаған, мен анаған звондасам, шежіресін жазып жүрді. Ол оказывается, жай сөзі, орыс демекші, мен орысқа жай бір ауыз сөз айтқан, оказывается, жүре сөйлесем, әкем ақым сөйтеді екен баяғыда. Бір үйге барғанда тоқтайды ғой. Әкесінің атын. Әкем бір үйге барғанда, сразу рукомойты қолын жауып береді екен. Осы бізге береді ғой. Мен де атым ұтып қалдым. Сол сияқты. Иә. Сол сияқты жаңағы анау оны білетінім, мен әкембен оларға кішкене неткеннен кейін демалады ғой. Демалғанда қыстырып кеп, әкем екеу. Жоқ, соны айтам, жай простой орыс. Сосын ты че, земляк, давай такой, без очереди бегай. Ол жақта Тілептер, кім, Дәнен тармағы бойынша. Иә. Сосын мен өткен аптада бір не көрдім. Бір кісі жазып жатыр, мынау бір фото, ескі фото, білмеймін, бір 150 жыл болған шығар. Сонда бір бәйбішесі и баласы киіз үйдің ішінде керемет бір фото. Соны айтады, Саумалкөл дейді, ауылы бір казахский бай бірдеме деп. Сонда ана бір жар жүрді, Саумалкөлдің жерінде бұрын Ақмалышпен андайдың жері болған деп. Ақмалышпен андай, сонда бізге жатпыр бұл. Құдайберді әулетіне жатпыр ғой сонда. Құдайберді ғой. Мен осы Ақмалыш андай деп тұрғанын айтам да, сонда мына төңіректі болған ғой олар тоже. Жобасы. Болып тұр ғой. Менің жай жобам бойынша, Астана поток осы жақтан келген сияқты болды. Айыртауға қарағанбыз. Иә. Мынау 1800 жылғы архивтарда екінші бөлігінде. Сонда біздің осы Тілептер неге қараған? Документ. Мынау біздің жақтың Тілептері. Айыртауға қараған. Айыртауская волость. Сонда Баймырза Жанаберген, сіздің атаңыз 1887 жылғы неде би деп тұр. Иә, сонда жалып тұр, Айыртауская неде. Не деп білмеймін. Ал анау Тілептер кейін 1890-1910 жылдары реформа болды ғой. Столыпин. Сол кезде мынау Новопокровка, Волошенка, Ясновка, Корнеевка, сол ауылдарды ашты ғой. Сол кезде біздің Тілептеріміз жерлерінен айырылып қалды. Соны біздің Тілептер бер жақта қалды, ана Тілептер ар жақта қалды. Арамыз үзілді. Ортадан. Жобасы солай. Солай. Мына Досжан жағын айтып өттік, енді былай қарта жүріп, Бүркітбай зираты туралы не айтасыздар? Бүркітбай деген кісі кім, ол жерде кімдер қойылған деген сияқты. Мына Досжанда енді
қойылғандар енді кім өзің айтып отырсың әулеттерін жай жалпы айта салсын. енді ол мынау зиратқа қойылғандар біздің аталарымыз. Ахметовтар, Найкиндар, Бұнда түгел Ахметовтар, Оразалиндар, Қорабаевтар, Оразалиндар, Қорлабаевтар, Смайыловтар, Смайыловтар, Қожахметовтар, Қожахметовтар, Найкиндар, Қожановтар, Найкиндар, Әбілқасовтар, Мұқыжановтар бар, Әбілқажановтар, Аяқаповтар. Аяқаповтар, Темірбол, Кімде бар? Темірбеков, Ой, Темірбектер осында. Темірбеков, Ахмедияр да бар. Ахметжановтар, Алтыбайдан. Ахметжанов, Алтыбай Алтыбайлар енді бәрі осында жатыр. осында жатыр. Жоқ, кім ғана? Алтыбай анда. Алтыбайанда. Ахмедияр жатыр мұнда. Ахмедияр ғана. Ой, кім баласы да біреуі жоқ па? бар. Жоқ, балалары бар. Балалары бар Бар ғой. ғой, балалар бар. Серғалым бар. Аманжол бар. Аманжол анда қойылған жоқ па? Ой, Жоқ, кім? жоқ, жоқ. Серғалым ба? Жоқ, жоқ, Қайсы осында. біреу қойылды ғой? Жоқ, жоқ, жоқ. Онда путаешь. Осында. Серғалым осында. Мен өйткені Осында. Серғалым, Аманжол да осында. балалары осында келіп маған да оқытып жүрді ғой. Сонда мен осы ширатқа Осында, осында. жарайды, оны бір жағын тамамдайық. Енді Бүркітбай зиратын жай айтып отырсаңыздар. Бүркітбай зираты. Енді Бүркітбайда қойылған күллі Бүркітбай зираты. төренің нелері ғой. Жолдығаралар. Енді ол Бүркітбай зиратын үлкен зират деп айтатын да. Үлкен кісілер отырғанда. Енді үлкен дегенсін аты енді үлкен. Ертелік ашылған. Ертеден ашылған ғой. Жаңа айтып отырмын ғой, менің аталарым жаңа берген осы жақта осылай қоныстанғаннан кейін сол жерден ашып отыр ғой. Енді онда енді дәл ортасында шын айтқан тас тұр қазір. Біздің аталарымыз тастар тұр. Дәл ортасында. Сосын Арабша ма? Жоқ. Арабша жоқ па? арабша жоқ. Бертін қойылған 50 жылдар болды мекен сол жылдар қойылған. И жан жағына былай Айнала қоя Бекеновтер, берген. сосын Ахметов кім? Көбөгөн. Көбеген. Сосын былай келеді айналып келген кезде Қалиевтар. жоқ. Ана жерде кім болады? Кім келеді? Қалиевтар. Жоқ, кім қазір бірінші айтайын бе? Қайыржан. Шотбай. Қайыржан. Содан кейін кім? Қалиевтар келеді, Аха. сосын Алтыбай кімдер? Қаскен Сердалиндар келеді. Аха. Солай осылай. Дәл ортасында сосын кіреберісте сразу қазір енді мына Жолдығариндар. Жолдығариндар келеді, Балғожалар келеді. Бекмағамбет бала. Бекмағамбет, сосын кім бар? Мақпоздың келіншегі мен шешесі бар. Енді ол. Иә, ол кісілер енді. Үлкен енді шын. Мына жаққа қоя алмай сонда. Күлбаш аптай сонда ғой. Сосын кім және. Күлбаш апай мына жаққа қоя алмады да сонда қойды ғой. Мен как раз инсульт алып қалдым. Сосын жәнияны сонда апарып қойды. Оның былай енді Күлбаш апа туралы айтсақ, былай қарасаң, ол кісі тірі кезінде 94 па солай, иә? Иә. Сол күні жасады. Ол кісі өзі айтып отыратын да. Мен қадір түнін көрдім деп. Қадір түнін көрдім деп. Содан мен 2-3 рет сұрадым, сол бір айтқан сөзінен неткен жоқ. Содан Ақсудан келетеді ғой. Атпен кім екеуі? Шал екеуі. Сонда келетқанда шала кішкене шаршағасын қисайып жатыр еді. Мен атты жүргізіп келетін дейді шанамен. Соны сөйтіп келеткен кезде анау біздің қазір тоқ қой, біздің пәтен, біздің айтты сіздің үйдің сыртына келе берген кезде қазіргі мотомо бар ғой. Мотомо біздің зиратқа қарай бірақ та бір аппақ дүние дейді. Көктен сызық былай түсті дейді, аппақ сызық. Сосын былай аппақ ашылды дейді. Сосын ол кезде білем дейді, естуім барса өзіңе бірдеме тілеу керек. Ғұмыр жасым ұзақ болсын деп айтып үлгердім дейді. Аны былай жабылды да қалды дейді. Өзі айтуы осы. Содан енді былай қарасақ, енді бұйырған жер сол жерден бұйырып тұр мына. Иә. Айтқан кезде как раз. Алланың, иә. И өзі ол кісі 94 Біраз көп жасады. өйткені ана қадір түрін көрсе любой адам отырады ғой, осы жерге көреді. Оны білмейді ғой, қай жерде періштелер аспаннан түсетінін ешкім білмейді. Ол қай жақта. Әйтпесе бәрі қазір мешітке барады, анда барады, мында барады, енді тілейді ғой бәрі. Енді Құдай бетін өлі қылсын. Алла тағала күш қуат берсін әлі. Сонда сол қадір түрін көрдім деп, сол кісі айтты енді көрді. И өзі бір дәлел сол жерден бұйырды сол. Сол жерден бұйырды. Айтады ғой, жер қай жерден бұйырады дейді ғой, сол сияқты. Сол кісіге сол жерден бұйырды жер. Алла тағала солай жазып тұр ғой. Иә. Сонда ол жақта осы әулеттер қойылған, иә? Иә. Бүркітбай туралы нақты атау Бүркітбай туралы сол. Сіз че төре деп жаңа айтып отырсыз ғой. Ол кіреберістегі Төрежан. жолдығарындарды төрелер дейді ғой. Төрежан. Иә, Төрежан тұқымы. Өйткені неде мынау жаңа Төрежан деген Жолдығара деген сол осы жақта бір зиратта жатуы мүмкін. Я естуім бойынша. Жолдығара. Мұнда Ғаббасовтар да бар. Қайда? Бізде. Жоқ. Қаппас Есім. осында қойды ма? Осында? Інісі ме? Ағасынан бізде бір кім? Ақсуда Сейіт. Сейіт. Бізде? Сейіт Ақсуда емес пе екен? Жоқ, осында. Оның түбі жаңасы ғой. Иә, осында кеп қойды, осында. Есімінде қойылды. Есім осында қойылды ма? Ол кім есім деген? Ғаббастың Жолдығара. Ғаббас есім осында. Бекушаның әкесі.
Иә. Бекушин. Осында ой, осында болуға тиіс. иә ол өйткені Мен ұмытып қалдым. төрежанның бір веткасы бұлар. Иә. Жолды қара. Жолды қара. Жолды қараған бір. Жоқ, өйткені айтып тұрған ма, Төрежан бәлен кісі, бәлен келіншек алып бір ота қылып шығарған деді. Әкемен нағашы дейтін да. Кім Төрежан. Иә. Төрежаннан көп, бүкіл Төрежаннан көп қазір әулеті. Например, жолды қарасыз тағы болса. Төрежан демекші. Анау неде жардың немересі ме неде тұрады екен? Озерныйда. Иә, Құрманбай. Құрманғали. Білемін оны. Төлегеннің баласы. Жоқ, ол кімнің баласы екен білмеймін, ана жолы Төлегеннің жайлап баласы. айтады. Сол Қажымұрат деген шалды білесің бе? Соның апасынан тарағанбыз деп айтады. Нағашылар ғой міне. Менің жиендерім, бізге жиен, маған жиен. Нағашы деп. Жаңбырбай екеуміз құдамыз қазір. Иә. Біздің мен кстати сіз хабарластым ана Ресейдегі глава администрация болып дедіңіз ғой. Иә, кім ғой? Звондаған кезде как раз не екен? Бірдеме диализ алып жатырмын деді ме? Ол үлкен шығар, Ауыр- Кристиан. Ауыр бар. Кім ғой? Қисами, кім? Печень, да? Аха. Жардымалар ма? Жоқ, жардық емес. Қисами деген, Исмағил деген. Исмағил деген жарлар тарайды. Бұлар Қисмағилден тарайды жаңағылар. Кімде? Одан енді мына Бүркітбай зиратын айттық. Одан кейін ары қаратай мына еңбекке барар жолдағы оң жақты бір айтып өтейікші. Оң жақта сол Бүркітбай зират жағы. Бүркітбай зираты содан кейін келесі Жарқынбай. Ағаш. Жарқынбай шоғы. Неге Жарқынбай ол жер? Енді оны кім біледі, оны кім қойған Жарқынбайды? Енді Жарқынбай деп енді былай қарасаң, анау жаңа берген ағаш деп шығып тұр. Иә, сол ағаш деп мен жай өзім ойлаймын жобасы. Жаңа бергенді Жарқынбай деп кету. Иә, мүмкін. Жоқ, өйткені одан кейін келгеннен кім Жаңбырбайлар ауылға қоныстанды ғой. Иә. Ауылға қоныстанған кезде сол жерге қоныстанған ба деп ойлаймын. Өйткені бұлар бертінге дейін бұл өздері қыстауын жеп айтып жүреді. Иә, әкем соны шөп шабатын. Иә, шөп шабатын. Жоқ. Жарқынбайды әкем шабатын. Иә, өйткені Әкем шабатын. жаңа берген ағаш деп бұлай қарай келді. Иә. Сосын бұлар қыстау ан жақта болды ғой. Иә. Ауылда осы маңа келгеннен кейін мен жай ойнап айтады жаңбыр. Әкең басқарма болып тұрғанда алып алған ғой деп. Соны әкем шабатын да. Өзім мен бала күнімнен білемін. Жоқ, ол бертін күні бұлар шапты енді. Бертін бір осындай істеген. Оған дейін алдын айтып жүрген енді мен енді өзім барып шабатынды. Комбайнмен. Білем. Совхоз кезінде 85 пе 87 жылдары өйткені әкем марқын қыстау біздікі деп шабыт еді. Содан кейін біз шабылмай қойдық та бұл бір күні келді фирмада істейді. Айдақтатып өте шықты Беларусь менің атамның қыстауы. Содан кейін ол жаққа бардық, өзі шапты. Бұл не болды? Біз қалдық сонымен жай. Бұл да өзі лафетпен, лафетпен. Содан сөйтіп қалды. Солай енді. Сосын Жарқынбайдан ары қаратай Тасбек, иә? Тасбек. Екі ортада ештеме жоқ па? Жоқ, бер жақта Алтыбайталы бар ғой, сол Бүркітбайдың ар жағында сразу. Анау неге Тасбекке қарсы былай қарай. Мынау енді былай қарасаң, міне қазір мынау грейдер ғой, осы бөліп тұрған ортада. Мына жақта Теректал дейді, мына жақта Жалпақтал дейді. Жалпақталың сол Алтыбайталы ар жағында. Жоқ, менің жай ойымша, өйткені мен шөп шаптым, комбайнмен тақтан шауып жүрмін. Бірақ жақаң марқым келді. Ол өзі кішкене беделді болып тұр, қызыл енесей болды ғой жаңа. Сен майыстырыптады ғой десін. Тақтан. Да. Сосын біз келеді, үйге келеміз ғой. Одан кейін Аманай алды, Аманай. Қошай алды, Аманай екеуміз шауып. Бірақ тоқтатады жақаң марқым. Сосын қалалар қайда барасыз? Үйге өтіп барады. Мына жерде бір-екі айналып беріңдер, біздің аталарым шоғы бар. Өйтіп жоға ұрысады. Бірақ қалтасын алды да екеумізге бір жарты берді. Бір жағы ол кезде арақ жоқ. Сосын алды да тамақ. Енді тамақ енді. Ол обязательно сол жерде. Келіп, жеп, ішіп. Ол кісіне өзі мынандай не болды енді. Мынандай плоский не еді ғой ерте кезде бір. Фляжка сияқты жылтыр. Бір жартылық арақшты. Бізге аланып кетті, өзі алан алды, өзі ішеді алан. Біз сомен ішіп те мына Теректалмен осы Жалпақталды. Осы жаңағы біле. Мына. Білмейді екенмін. Грейдермен кетіп барған сол жақ. Сол бірінші кездеседі. Иә, сол жақ, сосын. Иә, оң жақтағы сразу. Екі жақты екеуін біз айналып бердік енді. Бір жағы Теректал дейді. Сол жағы. Аға бір жағы Алтыбай, Жалпақтал деп айтады. Жалпақтал. Әрмен қарай еңбекке келіп қайтқан оң жақ Жалпақтал, сол жақ Теректал. Сосын біз енді айтамыз ғой, ой, қазір ұрса, дерек бекет ұрса, өзі атамның қыстаулары болып, қыстырмас, айтпасын. Жақаң марқым Қалиев. Енді дәл именно мен сол кісінің айтуы бойынша айтады. Мынау енді именно Теректал деп айтқан жоқ. Жалпақтал деп менің аталарымның
шоқтары мен осы шөл шауып аламын деп. Біз енді комбайнмен 6 метрден жоқ оның айтуы дұрыс ол ар жағында Алтыбай, иә, Алтыбай Мынау сол. Талды айтасыз ба? Сол арғы жағы Алтыбай. олар енді кім шерек тәсібекке қарай жаңа кім жақаң марқұм енді Алтыбайдан туған Алтыбайдан Тараған. Алтыбайдан Сердәлі мен кім Қали туады. Аха. Енді менің бөлімімше. Енді Шотбай бар анда. Шотбай бар. Шотбай, Алтыбай, Шотбай, сосын кім бар? Тағы. Сердәлі. Жоқ, аталар мына. Алтыбай, Шотбай, сосын кім? Шерәлі Жетібай Жетібай бар. ағайындылар, ағайын. Сосын тағы бар. Иә. Тағы кім бар? Қайыржан сол Шотбай. Шотбайдан тарады. Шотбайдан тарады. Неден Жетібайдан ақсы досым бар ғой, қалада. Иә. Соның әкесі, солар енді Жетібайдан тарайды. Кім этот? Қайыркенде Қайыркен. Аты, ой, Аллай, аузыма түспей тұрған. Неде бар? Мына кім? Ака Жанипа, Абай Ақсудағы шешесі, Қайраттың әкесінің шешесі. Сосын мына кім бар ғой? бәрі бірге туған Жоқ, бірге туған кім? Жиен болып Мынау тұрады. Орысшаның әкесі. Иә, Балатай. Жоқ, жоқ Сұраған ба? ол жалғыз ұл ғой. Иә, Шападан. Сұраған. Соның әкелері де аты. көбей Жоқ, оның арғы аталары бір. Ай, кім айтып жүретін? Қас- Әміре, Алтыбай, солай ойлаймын бір ағайындылар ма деп өтім. Мүмкін. Данный момент ағайындар енді кім анау? Кім? Алтыбайдан туған Сердәлі мен кім? Қали екеуі енді туған енді точно. Неден Алтыбайдан туған деді. Енді кімде сол Алтыбай ғой? Шотбай. Шотбай інісі болады. Алтыбайдың інісі. Иә, Жетібай. Өйткені оны жай жобалар білетін ана Ақсудағы кім бар ғой? Досым. Олар туыс, соның туысы олар. Жетібайдан туған ол. Кімге тарай, кіммен жақын болып жүр? Амангелдімен. Жоқ, соны айтып тұрғаным ғой міне. Алтыбай, Жетібай, Шотбай, Әміре сол ағайындылар деп. Иә. брат. Иә, солай болуға тиіс. Өйткені кім Қайыржан кім? Солай болу керек. Амангелді. Өйткені кімге жақынырақ? Қайыркен. Досым бар. иә Қайыркенге Жақынырақ, ылғи жақын. Ақсуға көшіп барғанда сол кімнің Амангелді. Қайыркен. Иә, көшіп барып, ылғи барғанда мен ағама көмектесемін, ылғи тұтымен барып, отын әкеп беріп, сөйтіп жүреді. Дұрыс айтасың, иә. Сондай. Алтыбай, Жетібай, Шотбай, Әміре. Иә, солай болуға тиіс, иә. Иә. Сол 4 ағайын. Иә. Иә. Өйткені солай болуға тиіс. Енді Енді олар Әміреден кімдер кетеді сонда? Әміреден сол жаңа кімнің енді қолғауды қыздар қыздар. жиендер болады ғой. Анау кімнің Абай деген мұғалім Ұлдар жоқ, иә, тараған. Ол кім ба кімнің арғы атасы? Ұрысшаның арғы атасы? Сұраған? Жоқ, көбей емес. Ой, кім? Өмірзақтың әкесі кім? Ай, кімнің? Дәмелінің. Bir емес пе? Дәмелі осы жақтікі. Дәмелікі бірге емес Дәмелікі кімді Қайраттың ағасының несі сол кеше Дәмелі. Ой, осы жаққа зиратқа апарып ылғи аят оқып келетін ол Дәмелі. Осыны әкемді алып кетіп. Иә. Мынау деймін, сол үлкен зиратқа Иә, апарып. Дәмелі. Өмірзақтың Дәмелісі. Иә. Әкем келіп қыз күнді. Өмірзақтың дәмелісі мынау олар үш қыз Бапыш, Теңдік, Дәмелі. Олар мынау кімнің Теңдік қай теңдік? неде ол қазір Самогүлді. Ой, әкемді алып кетіп аят оқытады. Неде? Иә, әкемді алып қыз күнді келіп. Қайраттың әкесінің шешесі бар ғой. Шешесінің інісі ме? Сондай бір немесі. Ағасы ма? Сол мынау кімнің сұрағанның қызын алған. Сол қыздан туғандар айтып отырмын Бапыш, Теңдік, Дәмелі. Ұлдардан кім бар сонда? Бар ма қазір біреулер? Жоқ да. Енді кім? Алтыбай, Жетібай, Шотбай. Шотбайдан белгілі. Жетібайдан сол кім? Досым деген кісі. Досым, иә. Қайыркеннен досым ғой. Досым енді сұраған бізден бәрімізден. Жетібайдан кім бар екен Алтыбай деп. деген сонда қалай сонда? Алтыбайдан Алтыбай, Калиевтардың несі. Иә. Калиев Сердалин. Сердалин. Енді бір жобасы түзеліп отыр. Енді Олардың әкесі, Алтыбайдың әкелері Шұрыш деген кісі болған, Шұрыш деген. Шұрыштан кейін Стөңген кетеді арғай. Біз алты атадан былай кетіп тұрмыз. Иә. 6-7 атадан кетеді. Олар Итемгенге қарай ма? Стөңген қарай. Алтыбайлар. Иә, Стөңген қарай. Шұрыштан кейін олар былай қарай кетеді. Сүтенгенге. Стөңгеннен. Иә, Сүтенгеннен. Өйткені анау Стөңген деген кісі аруақты кісі болған енді, беделді кісі болғаннан кейін Бабатай айтатынды. Анау каждый үйде дейді, сүт төгілсе дейді, қасықтай төгіп тілмен жалайды дейді. Өйткені ана кісінің атын баспау керек дейді. Даже не шүреккен емес дейді.
бірақ қара жер болса қара жерге тілмен жалап алады дейді. Сондай ана кісінің несі құдіреті жетіп тұрды дейді енді. Өйткені ана бір эмблемалар шығып жатыр, қол қою деген значит. Енді ана оны бір жобалайтын менің құдағиым бар неде, Астанада тұрады, құда мен құдағиым. Құдағиым кішкене беделді бір көріп келуі бар. Айтатын несі бар енді, қасиеті бар. Содан біздің келгесін, мен айттым солай бір аталарымызды бір ашып бересің маған, бір аталарымыздың атын айттым солай, Үстемген деген атамыз бар. И қазір деді да, сразу бірдеме оқыды, айтты, ой, алтын болған деп ақын айтып қалғам. Сосын бірақ ана кісі көзін айтып жатыр, бірақ ой, ана бір аталарың арқасына алтынды алып кетіп бара жатыр ғой дейді. Бірақ қайда кетіп бара жатқаны көрінбеді деді. Ана кісі көріп келуі бар екен енді. Айтты солай, алтын, мен айттым, ой, біз алтын біз баймыз елді, не жатыр. Ана кісі сразу солай ашып берді, айтты солай сразу. Сондай бір қасиет. Сонда кім Жетібайлар Ақсуда қалай болып қалды, оны түсінбедім мен. Көшкен ғой ауылға. Өткені жылдары көшкен белгісіз бе? Өткені тағы бір не бар. Колхоз кезінде көшті ме, кім білсін оны? Неде мынау да кім Ақсудағы кім бар ғой? Біздің құда Еркін марқұм. Сол кісі ақан қыздан алғасын бір омыртқаға шақырды қыстыгүні. Мен бардым, Батян апардым, Заряны шешеде апардым. Апарсам, бұл Ақсу жиналып қапты түгел. Кім бар, әкім болған? Жүсіп көрді, ол кезде әкім, Жамбыл районында. Содан кейін қасында Мәлгаждар отыр, Ақсу енді, тұқымдары. И Бәтай кіре берісте, үлкен залы ғой, кірген кезде сол жақта диван, Бәтай енді жиен оларға. Апаларынан туған бала қыз. Ол жиекте отыр, енді күлтіртті, оны тілге не ғой. Сосын мен кірдім, мен кіргесін Бәтай сарас простой ғой, төргі жағын сойды, шетке отыра қойды, оны төргі шық деп ешкімді айтқан жоқ. Фактически құда. Мен жақын тұртты, ол жұмсай, жарайды, осы жер жарайды деп. Ұят төрді құдасы, жоқ деп, диванға келіп отыра қалды. Содан отыр, бәрі міне сөзден сөз шығып жатыр енді. Бір уақытта кім Күлбара марқұм келді, марқұм ғой. Бір уақытта ол кісі боевой кішкене ішіп алғанын білесіздер ғой. Бір уақытта тұрып, қайындар не ұяттан қайды. Мына құданы неге отырғызбайсыңдар, көрші төрге. Бірақ перді ғой, сатырлатып анау, бас көздемей. Бір уақытта Бәтай отыр, күліп, мен айтамын сені, көрсетеді сендер. Содан кейін бір уақытта ана кісі келді, сол сөйлегеннен айтып, сендер кезінде де бұлың аталары сендер кәрмиттаған, сендерді қол үшін берген. Сендер соны білесіңдер, Мәлгаждарға айтып отыр, сен соны білесің ғой. Сен нан сұрап барғанды білесің ғой солардан. Соны неге жоғарысы? Олар барлығы еркінен батам бетен деп айтып отыр. Біз ана не болғасын енді, Батя жуас болғасы кішкене не болсын. Қарапайым кісі ғой. Содан кейін ана кісі, ойбай бәрі ат тұр, ой құда жоғарысы. Сонда кім ана Күлбара марқұм жаңа айтады. Сатырлатып, сендер демеле бар еді марқұм. Баяғыдағы аштықты ұмыттыңдар ма, аталарың жалаңаш жүргенді ұмыттыңдар ма деп пергілеп жатыр енді. Жалаңғы жүргендерім дейді. Соны айдақтатып, айтып алғанда, мен әжірікше көтеріліп қалдым. Маған қарап көзі қысықпайды көріп, бұлар осы айтпасам болмайды. Енді келін ғой, жеңгелері ғой. Жеңгелері жеңі бір жана келін. Содан кейін. Жоқ, онда одан үлкені жоқ қой Күлбарадан. Жеңгелер. Сол кезде. Жоқ, айту бойынша, сосын мен өзім ойлаймын. Енді ол кісі жайдан жай айтпайды ғой ана кісі. Тем более. Значит, бір қорек Ақсуға жетіп тұрмыз біздің аталарымыздың. Жетіп тұр ғой. Жаңа сен айтып тұрған сияқты, бір алыстан келген енді былай. Қол үшін берген, Есенгелдіге, Арсайға бергендегі бір какой-то бір ветка болып тұр ғой. Жайдан жай сөз шықпайды ғой, значит. Мен естігенімде көргенімді айтайын. Қуанышбай ағамызбен көп жүрдім мен. Жұмыс бабыммен де, бала кезіммен де ылғи айтып отырамын. Жатқан жер жайлы топырағы торқа болсын. Сонда бара жатқанда мен бөгелге отырамын көбінесе. Ол кісі ұйықтайды ғой. Сосын айтамын, аға сен давай маған не айт? Әңгіме айт. Әңгіме айт. Сосын мен айтамын, сен итші Машенканы қайдан білесің деп бәрімен. Иманғали марқұммен білесің өзіңе, құрдас, сол екеуі ойнай беретін. Сосын айтады, олармен мен бірге оқыды дейді. Тимошенко Иван Иванович, заведующий обланой болды ол кісі сосын. Сосын анау ненің Баркидағы техникумның бастығы болды көп жыл. Өмірден өткенше сол кісі. Сол кісі, сол Иван Иванович, мына Қуанышбай ағамызды кереметтей сыйлады. Оған біз куәгерміз. Үйіне келіп қонып та жүрді, Волгасын қойып, бір жұма жататын қонып. Сонда әрбір адамға келе бермейді ғой, өз анандай қызмет істеп жүріп, тем более Қуанышбай жай ғана қарапайым адам, шопыр. Солың арқасында, сол таныстың арқасында, сол Қуанекеңнің несінің арқасында балалар оқуын бітіріп, бәрі техникум бітіріп алды мінекей. Сәрсенбайдан бастап, барлығы да практически. Сонда Қуанышбай ағамызды айтатын да. Мен бір табан ала барам дейді мектепке.
сосын дейді әлгі сабаққа аса көңіл бөлмедім дейді. Анау Иманғали дейді аш жүріп дейді бітіріп алды дейді оқу дейді. Мен дейді нанның арқасында соны бітіре алмадым. Өзі айтады міне, бір өтірігім жоқ. Сосын дейді анау бірдемені шығарарда Иманғалиға шығарта қоямын дейді, нан берем дейді. Нан берем дейді. Міне, жай мысалы ол кезде Қаткез ғой, қаткез. қандай заман болды. Сол бір көсек нанға адамның өмірі қарап тұрды. Сонда Иван Ивановичтан нашарлау тұрды дейді. Онымен бөлісіп жейміз дейді. Соны анау Иван Иванович мұтпаған ғой, өмірден өткенше мұтпай отыр. Сол бір көсек нанды жеген, бірге бөлісіп жеген Қуакең біздің ағамыздың, әкеміздің әруағы разы болсын, соны мұтпаған. Көрдің бе? Өмірден өткенше соны мұтпай, сол құрметтеп, соған қол ұшын беріп керегінде сондай. Біз мінекей 75 жылы мен сенің мамаңды, жеңгелеріңді аларда енді бардық қой. Содан Қуанышбай ағамыз рөлде барды. Кімнің? Тілеужанның. Оның мәшінесімен барайық десек, шопыр жоқ. Енді Бүркіт мәшінесімен бардық. Енді аннан келерде мындан 25 кісі апардық қой. Ылғи еркектер, әйелдер бармайды ол кезде. Содан келерде енді анда нәрсе береміз деді ғой. Нәрсе береміз дегесін, енді не істеу керек? Ёшкин. Мәшінеге жоқ нәрсе алатын, әкетеді. Енді приданный дейді, стөлі бар, канаманасы бар, енді трильяжы бар, миллияжы бар, алып қойыпты. Қайнатам нығыз тұратын ол кезде. Сосын Қуанышбай ағам айтты, қазір деді. Сосын білмеймін кіммен барғанын. Енді түрбей ішті ғой бәрі. Иван Ивановичқа кетіпті. Иван Ивановичқа барып, бөткөлі мәшін алып, ГАЗ-52, жап-жаңа, бөткөсімен. Соны алып кеп, Бүркіттің мәшінесіне нәрсені арды. Сонымен міне, қайда жатыр бедел. Алып келіп. Анау Қызылжардан міне жаңа суға дейін. Жай бесплатно. Ешқандай әңгімесіз. Вот мінекей, мен сондықтан ол кісінің істеген. Ауқатты семьядан болған ғой. Ол кісі енді былай қарасаң енді сөзді ұмытпаңыз. Ана әке шешем енді әкем жалғыз қалады. Ағасы екеуі соғысы жоқ болса, ана кіші болғасын енді сыйлайды. Оқуға береді, молочкаға. Бірақ атамен, Ескендір атамыз, әжеміз жақсы тұрған енді. Енді алынан келетқан ғой. Беделді. Жақтан келетқан нәрсе. Содан олды оқуға береді. Әкем айтпақшы жаңа средаға дейін тамақты апарған, бір жұмаға апарған тамақты бөліп берем дейді. Осы Сәкенге, Иманғалиға. Сәкен де бар, Сәкен де бар. Құрманғожа кімдер ана? Сәлім, кімдер бар болаттар? Кімнің? Құрманғожа. Әлмағамбеттің балалары. Әлмағамбет ол кезде управляющий басқарма керек. Председатель колхозы болған. Олар бәріміз, олар оқуға алады дейді, бәріміз қашамыз ғой дейді. Үйге келген кезде дейді, әкем марқұм мені не келдің деп айтады дейді. Тамақ бітіп қалды дейді. Жарты понедельник барады дейді. Мынау кімдерді, Сәкендерді, кімдерді Иманғалиді ұрып қайта апарады дейді анда. Жаяулап қайта апарады. Анағаларды ана ұрып қайта алып келеді дейді. Сол тағы қашып келген кезде мені қарсы алады. Аналарды қайта. Сонда аналар Сәкендер келгенде өгіздің артына жетектеп жер жыртады. Аналарды колхоздың базы болады ғой дейді. Соның базының бөғін төккізеді дейді бұқамен. Мен етеді дейді. Анда барған сосын олар выбор жасады дейді. Знаешь, оқысаң нормально болады. Оқымасаң бөқ күресін деп айтады енді. Оқымасаң жер жыртасың. Лучше оқ, қайсы? Олар оқу выбирай. Олар оқу болып кетіреді, мен қала бердім дейді. Енді мен қазір май шопырмын дейді, просто комбайнерім дейді. Аналар Сәкен Әлімгүлдің жайттары аман. Прокурор болды дейді. Иманғалиевның главный бухгалтер болды дейді. Ана Сәлімдер министр. И еще не, посол болды. Бірге жаз. Керемет болды. Сонда айтады. Бізге айтады. Иванович Жаблан оның бастығы болды. Иванович Жаблан. Бізге айтады енді қалай қарайсың енді бізге бәріміз енді. Не былай бол, не былай бол. Шешеміз ерте қайтқасын бізге қатты айта алмайды. Өзі жуас кісі ғой. Қара дейді енді. Или май-май болып өтесің всю жизнь. Или оқысаң жақсы өтеді. И сол ана Иван Иванович деген сияқты. Иван Иванович анау айтылды ашыда құйқаның дәмі кетпес дейді. Соны ұмытпаймын, сіз айттыңыз ғой. Ол анық. Енді біз 9 баламыз былай қатар-қатар. Үй бір ғой. Сонда бізде қатар-қатар бізге жейді тамақ жатарда бізге қатар жатады. Забаблуно. Облыстың қатар-қатар. Бір жұма жатады. Батя еще қой жоқ қой. Ешкіні алады сойып береді. Я тебе целый баран зарядил. Ешкім соймайды ғой. Ол қайдан білсін ол. Ана қылшықтан лампамен үй тайын етеді, біздереді. Ала әрағын алып келеді, Волгасын үйдің қасына келіп жатады. Енді ода ақша бар ғой. Сол жұмалап жатады. Сонда мен айтам, қазір Забавлоноға
жатпақ түгіл кабинетіне кіре алмайсың. Дұрыс айтасың, дұрыс. Сөйлесе Иә. алмайсың. Ал ана кісілер енді Сыйластық. ұрықтық, не қойды? Сыйластық қой. сыйластық Сол сияқты. Ал енді сөзді жалғастыра ары қартай жүрейік. Алтыбайдың ағашы дедіңіз, иә? Сосын ары қаратай тағы не бар? ары қаратай емес, былай қарай уже мына жерде Оң қаратай Тасбек. Жоқ, Тасбек. Тәсібек бітті, сосын ар жағында уже Тасбекті айтпадық қой біз, Тасбек. Тәсібек ол ертеде болған не ғой? Көл. Екі жағында екі көл. Тәсібек деді, онда көбі жазда малды сонда бақты ғой. Мына қыстаулар тұрды да, жаз бойы сонда мал ұстады ғой. Әр жағында анау еңбекке дейін жерді жайлау деді. Жайылым ғой, жайлау деп соны. енді оның анау Тәсібек туралы менің естігім бойынша Иә. сол жазда оны керемет күн ыстық болған дейді. Сол бір кісілер әлде мынау Саумалкөл жақтан келеді ме, әлде мына жақтан келе жатты ма, сол жерге барып тоқтап демалады ғой. Дем алғанда сол жерде бір кісі қайтыс болыпты дейді. Ауырған кісі, иә. Сол кісінің аты Тасбек деп Иә. менің өз құлағыммен естігенмін. Мен де солай естідім. Мүмкін. Сол жерде ана жерде тас болды, білесіңдер ме? Иә. Әлі бар дөңгелек міне. Көрсең де Иә, қазір көрсең бұлай орлап сол тастаған тас дөңгелек болатын. бар. Сол Бірақ жерге біз бір орын бар. сол жерде болатын. Енді Бар, мен бар. көптен барғам жоқ, қазір Тасын білмеймін, но бұлай орлап тастаған орлап тастады сосын. Тас болған. Айтып едіңіз ғой, бір тас болды деп. Ол менің естуім бойынша енді әркім әртүрлі. Мынау жайлау демекші, міне Мараттың туған інісі. Содан туған, иә. Жайлау деген, мана жайлау деген айтып отырды ғой. Иә. Кім еді, сен айттың ба? Марат айтты ма сол? Иә, жайлау болған. Жайлау. Сол жерде туыпты. Өйткені бұның шешесінен сұрап, жайлау деп не қой деді. Сол жерде жайлауда туған бала дейді. И содан енді ол кезде енді анау бір батыр жаушылық дегенде не болып келіп, жаралы болып келе жатқан кезде сол жерде қайтырайды. Сол Иә, Тәсібек. солай. Аты Тәсібек болса Иә. болсын. Өйткені ар жағында анау еңбекке қарай, еңбектің дойкасына қарай, мен өйткені әскерден точно помню, мен Абаймен охотаға шықтық. Мотоциклмен, Абайда мотоцикл болды ғой. Иә. Сонда тас тұратын. Жолдығар. Анау неден, анау Ақсудың дойкасы бар. Дойкасынан былай еңбекке қарай ол жерде қап-қара болып жер жататын да. Ол жерде шөп өспейді, мал бағады ғой. Сонда бір үлкен бір 4 бұрыш мынандай тас ұзын қисайып тұратын да. Қисайып. Арғай. Қолдан жасаған Жоқ. қашалған тас па әлде? Қашалған былай 4 бұрышты қашалған. Только жазуларын байқау ол кезде аңғармайды. Тұр тас. Тас, иә. Тас тұрды былай 4 бұрышты. Қай жылдар примерно? 82 жылы мен точно білемін. 82 жазда. Ол бертінге дейін болды. Қазір енді білмеймін. Мен есімде точно көргенім 82. Орта бойлы дедіңіз, иә? Осы Иә. бұл биік осы. Әжептәуір, иә. Үлкен тас өйткені. Үлкен. Өйткені ана мына кісіге қоймайды ғой деп ойлаймын енді. Қазір жоқ ол. Қазір мен ана жолы өттім, көрінбейді. Жай. Тәсібектің бер жағындағын айтасың Жоқ, ар жағында, арғай. Ар қарай бар. Ол анау Жоқ, жалғыз тас тұратын жерде. еңбекке қарай бар. Жоқ, ол ана жерде зират бар, баян зиратын. Тастар көп ол жерде. Бар. Ол жақта анау мен жылқы Жоқ, мен Сол Тәсібектің бер жағын ағаштың- айтамын. Бер жағын. Жоқ, ол ағаштың барында бар. Ағаштың ар жағында сразу уже зират. Бар. Иә. Жоқ, ол берғай. Мынау котлован бар ғой? Котлован. Иә. Котлованның жобасымен айдап отырған мына жерде Ақсудың дойкасы тұрады. Иә. Сол дойкаға қарай, сол екі ортада тұрды. Ол жерде Жоқ, онда тас емес, мынау бер жағы бар ғой Иә. Тәсібектің. Сол жерде ор бар өзі. Ор бар. Сол жерде айтатын зират деп. Ор жерде. Қайыржан Сол жер. марқұм қасты Соны- деп айтқан. Соны айтатын Тәсібек зираты деп. Осы Тәсібек зираты сонымен Тәсібек аталды деп. Солай айтатын. Селина кезінде біраз негізі зираттар жыртып Мынау Жырт. кім? Мынау Үлпапаңда үлкен болды ғой. Оны жырта уже кішкентай ғана қалды. Иә, дөңін. Ар жағын жырталмады. Жоқ. Жырталмапты. Қареген Трактор жүрмепті. Қирап қалады. Қирап қалады. Дәуағаңдар, марқұмдар жыртамыз деп анда тақмағатайларымыз жасап кеткен ғой, жыртыңдар шама. Әгісі негізі ғой енді. партия, үкімет. Партияның приказы бар, иә, жыртыңдар бәрі. Селина деп сол Селина. ақырын біздің тарихымызда Иә, сол. Өйткені бір Шыңғыс Оразалы деген жігіт міне қазір сол Целинаға дайындық туралы документтерді көтеріп жатыр. Сонда олар Целинаның бастарының алдында экспедиция жіберіпті. Сонда суреттер бір фотолар, зираттар, тастармен жасалған зираттар, кең дала, ортасында зират, тастар. А қазір бассаң ол жерде уже жоқ ол. Сонда олар анау баз-маз анау салған кезде сол тастарды алған, сосын жыртып тастаған, сол Әделеп істелген дейді ғой енді. Саясат дейді оны. Сол, так, Тасбек туралы айттық. Ары қаратай жаңа айттыңыз бір не деп, бір
зират бар дедіңіз ба? Ол кімнің зираты? ол еңбектің зираты. Еңбек, баян. Иә, ол баян несі дейді. Әулет. Әулет. Ар жақ бітті енді. Ол жақ бітті Ол енді. жақ бітті. Мынау Тораңғылға жақындаған кезде, Тораңғылға Иә. барған кезде сол жақта бір Қошқар деген бір Жоқ, не бар? болото ма бір жазылып тұр. Неге картада білмейсіздер ме оны? Қошқар. Ол мынау как Ақсудың- раз Тасбектен кейін анау Томар үлкен. Ол Қошқар деуі мүмкін атау шығар. Ар жағында Мәди шоғы дейді. Иә, мәди шоқ дейді. Иә, Иә. сол Мәдиден Мәдидің бітеді шағаш ол жақта уже. Мәдидің ағаш. шағаш дейді, иә, Мәдидің шағаш. Мәдидің Мәди шағаш. деген ол Сол жақта. Тораңғылға баратқанда сол Сол жақта. Сол Иә, жақта. сол жақта өзі. Бітеді ғой, ең ағаш ақырғы- бітеді ғой ең сразу сол. ақырғы ағаш. Ең ақырғы. Мәдидің шағаш деп айтады. Иә, Мәдидің солай шағаш айтады. дейді. Мәдидің шағаш. Шағаш. Солай айтады. Мәди- Қошқар деп Қошқарбай, Қошқарыптар деп может. Мүмкін оны. Мәдилер осылар ғой енді. Мында Аққошқаров та жатыр. Қошқарыптар. Бізде Аққошқаров. Аққошқаровтар да бар мында. Анау Ерболдың Олар мынау біздің ауылда екі ата басқарған сүт емген кіші сүттің балалары 1801 осы мына біздің конкретно Иә, иә. ауылда. И сосын Жаныс Дошанов басқарған. Екеуі қайсысы бұрын қайсысы кеш екенін білмеймін. Екеуі Алма кезекстігі. да басқарған. Сол Жаныс Дошановтың ұрпақтары осы мына Міне Досжан деген сосын содан қалған ғой. Иә, деймін. иә. Досжан Батырауыл деп. Аха. Содан қалған ғой енді. Сосын так, онда мына жақ бітті бізде, иә? Мгм. Енді еңбекке барасқан кезде сол жақта айтайық. Сол жақта сразу анау Жалпақталдан кейін Теректал. Аха. Теректалдан кейін мына жағында Зікриятал. Зікрияталы. Зікірия. Аха. Тақмаға тайым. Ол Иә. жолдың бойында кете ма? Жоқ, былай қарай. Екінші тал. Былай, Екінші. Таққа қарай. былай қатарымен. Есенбай Қопарма деген неме? Ол Есенбай Қопарма ана жақта еңбекте, ол Еңбектікі. армән. Ол бізге қатысы жоқ па? Әлде бар ма? Есенбай Ол- Қопарман білмеймін. Енді Есенбай Қопармасы дейді, ол анау күлі совхоз кезінде күлі территория ол еңбекке кетіп қойған. Ол қазір бізге жататын, еңбекке жататын білмеймін точно. Сосын ары қаратай тағы неме бар? Былай қарай тақтаға Зікриямен ортада енді чуть не әрірек не бар? Уәликөл дейді. Иә. Анау қазір біз сиырларды апарып Иә, нетеміз ғой, сонда Уәликөл дейді. Соның ар жағында Қорабайталы. Қорабайталы тұр ол жағында. Ар жағында. Сосын мына жақта А? Маймақтың зиратына жақын. Маймақтың зираты әрірек ол. Ол арман ғой. Алғы Уәликөл деп тұрсың ғой. Соның артында сразу Қорабайталы. Мынау- Неше Ақбасты көл. Ақбасты көлі оң жаққа қарай қалады. Ақбасты көлі, кішкене. Грейдердің жиегіне қарай. Ол көңіл ғой. Сол биыл өзі су кетті ғой. Иә. Су өзі сол жолда су тауып алды өзі. Тауып алды Сол өзінің жолын. Ақбасты көл тауып алды айналып отырып. Сосын бұлар Тәсібекке келді. Аха. Тәсібектен осы ауылды айналып жүрді осы су осылар. Бұлар Аха, аха. арға кетіп кетті биыл көктемде Иә, су. Канал тұр ғой. Жол Қайда болып кетеді? тұр ғой, Иә, өзінің судың жолы. өз жолын тауып алды. Сосын мына тақтаға құйды. Тақта жаңа айтқаннан кейін. Содан кейін бері қарай Дайрабай шоғы дейді. Иә, иә, Тақтаға бері. Иә. Дайра- Міне Дайрабай міне тұр. Иә. Грейдердің Міне, сыртында. Міне дәл бұл жер. Тақтаң түбіндегі дәл. Мынау грейдердің дәлізше берші. Сосын анау Гранның жанында не картада Сасық көл дейді. Естіген жоқсыздар ма? Көл дегеннен кейін. Мынау үш районның қиылысатын жері бар ғой. Иә, Есіл, Айыртау, Шалақын. Мынау. Бар ғой Барған үлкен. кезде Иә, Тақтаң иә. бар Бұрыш. ғой. Дәл сол жерден Сол бастап. жерде Маймақтың Сасық жолы көл болған, деп- Маймақтың жолы болған. Жоқ, анау бұрышта қазіргі Ағаш. канал бұрылады ғой. Иә. Анау Соны айтамын. бұрыштағы шоқ үшке бөлінеді. Жоқ, соны айтамын. Өйткені мынау су өзі келіп сол жерге барды да бұрылып ары қарай Маймаққа кетті. Көрдіңіз Иә, бе? Сол иә, Сасық иә. көл деген сол жерде үлкен бір көл болып отыр осы нәрсе. Сондай болып тұр. Или ага се шабатын Иә. жағы Сасық көл болды ма? Иә, сол жер су көп болып отыр. Иә. Сол жер иә. Өйткені биылғы су өзі таңы бар. Мен Беларусьтың үстінен бүйтіп қарап өткенде су өзі былай. Көрдің өзің? Былай өзі айналып жүрді осылай. Айналшықтап. Только сосын тіпті уже бұл жақ толғаннан кейін Волошқа қарай кетті. Сосын ауылға кірді өзі, су өзі қайда барғанын білмеді. Нетіп алды да каналды жырды ғой, Иә. екі жағында жырып өтті ғой. Иә. Өзі самовольно. Иә, су өз жолын жасап. Жол тауып алды. Қалдарға келе барады екен негізі. Қалдырға. бар. Анау каналмен ол неге қалай еді? Қамсақты. Қамсақтыға құяды. А егер канал болмаса, ол неге? Қалдарға кетеді. Ол сол мынау жаңа Жұмабай айтып отыр, айналып жүрді. Біз Каналдан өте алмай тұр ғой. ушу шығарып ана нені каналдың переезін қазамыз деп неткеннен кейін бұлар жоқ су ағып жатыр. Сосын әкім келіп ана экскаватор ол қолында жоқ қой. Анадан алам, мынадан алам, сонымен бүйтіп жүргенде Ол өз тесіп алды. Иә, су сосын өзі ана жерді тесіп алып, бір жағын емес, екі жағын да тесіп алып, сол қалдырға тура берді.
Енді мына ары қаратай тағы неме бар? Жарқын көлге шейін бірдемелер бар ма? Ақбасты көлден кейін сразу Қашқынбай талы ма, Қашқынбай қорасы дейді. Қашқынбай дейді, Қашқынбайдың ашы. Тұяқ қорасы әрірек дейді. Оны точно мен білмеймін, тұяқ қорасы. Арман қарай мен де естуім бар, Оны но еңбекте кімдер біледі дейді. Жылқыбай білем деді. Соны кімге Ерік айтқан, Серік айтқан білмеймін. Біреуге айттым дейді. Әй, кел. Кімге? Оралға. Оралға. Ол мен бүгін келе алмайын деді. Номерін беріп Оралғам әйтеуір бір баласын айттым. Оралға айтып. Әй, ана аталарының зиратының тасы бар. Тасы бар деді ма? Бірдемесі бар дейді, бір бетка бар дейді. Иә, соны мен көрсетейін. Ертең мен кеткеннен кейін таба алмайсың. Маған Жокош айтып кеткен. Көрсетіп кеткен. Мынау тұяқ қорасы деп айтып кетті деп. Шай дайын бол, шай ішіп алыңыздар. Қазір. Бір 5 минут. Сосын енді Қашқынбайтал дедіңіз, сосын ары қаратай Ары қаратай уже Зират бар. кетеді ғой. сосын зират бар. Маймақ. Зират бар. Маймақ ауыл ғой. Маймақ былай кетеді. Иә. мынау сіз айтып отқан қай жері? Зират сол анау балшық алатын жер Қашқынбай талы бар. Қашқынбай қорасы дейік. Соның мына жағында ана өзі граница өтеді. Сол границаның несінде зират бар сол жерде. Үлкен зират. Жоқ, біздің менің атам жатыр сонда. Сіздердің зират. Иә, біздің менің атам жатыр. Ол жерде жыртып тастаған жоқ па? Айнала қоршап қойған. Айнала орғып қоршап тастап. Былтыр Касымсот жүрді сол маңайда. Сол жыртып тастады. Жоқ, оны түгел жыртқан жоқ оны. Ол жыртуға тиіс емес, ол зиратты былай қоршау жатты. Жоқ. Қазір Былтыр көрдім. Сол тоңырауқта Касымсот айдап жүрді. Иә, ол жерде жүрсе жүрген шығар. Компьютерға нетеді, ол Орлақ қойған. Ор болды. Загонку забивает бітті. Загонку забивает бітті. Загонка. Бұрылып кеттің. Бүгін қазір жол болатын болса барып көреміз әлі. Жол болатын болса барып көреміз. Одан әрі бірдеме бар ма тағы? Одан әрмен қарай жоқ. Бұл зират Жарқын көліне жақын ба? Жоқ, алыс одан. Жарқын көліне алыстау шығар. Бізде өткен анау архивный записьтарда нелерде бар. Біздің аталарымыз туралы бір жігіт айтты, бірақ өз көзімен көрген жоқ. Но айтуына қарағанда ол айтады, біздің тілектен тараған нелер аталар неде? Жарғайың, Жанасу, Саумал көл. Саумал көлдің жанында тағы бір көл бар. Сол жерлерде Қоныстанған да? Мал айдаған деп. Жайылымдары болған. Жарқын бар. Осы Жарқын көл бар ма? Еңбектің жанындағы, иә? Еңбекті қасы қандай Жарқын көл бар? Жарқын көл деген жоқ. Жайлау. Не бойынша болып тұр ғой. Ол карта бойынша айтылып, ұмытылып қалған шығар. Қазір ол жоқ. Ертеде картаға түсіп отыр ғой. Бер жағында ма? Еңбек, бұлай, если еңбекке қараса, еңбектен солға қартай где-то бір 2-3 километр жерде чуть-чуть армандау. Әй, бар ой, анау зираттың ар жағында көл бар. Бар. Зираттың ар жағында көл бар. 3-ші бригада. Я светлая қарай. Бар, зираттың ар жағында көл бар. Бар, сол Жарқын көлі сол шығар. Біз баяғыда бұтып та қалдық уже. Иә, Жарқын көлі сол шығар. Біздікі жақсы деп есептеп отқан. Біз әлгі тура жолмен жүргенде оң жақта қалады ғой. Тура жолмен светлыйға бара жатқанда оң жақта қалады. Иә, көл бар. Иә, соны айтам. Сол зираттың, ол зират сол көлден бері қарай. Өзі ана жерден өте алмайсың. Былай өтесің қазір. Су. Тағы бір атаулар бар, мен қағазын шығарып ол керек. Ана жерде тұзды көл әр жағында. Енді осымен нетейік те, Жармантайға барып келейік. Барып келейік. Сосын бір шай ішіп, сосын, иә? Барып келейік. Сіздерге рахмат осыны. Иә, есімізге түскендерін айтып жатырмыз енді.